деген әрдайым жаңағыдай ол жаңағы бытовуха дейді ғой, мына күйбең тіршілікке беріле бермеу керек соған. Кейбір әйелдер соған беріліп кетеді да үйден шықпай қалады. Ол үйден шықпай қалған адам сол ана айнала береді. Одан кейін адамның миында, менің ойымша, деградация пайда болады. Көп біздің жаңағыдай сондай үйде отырып қалған әйелдерден мен ол аттарын айтпаймын, бірақ байқаймын, өзімнің туысқандарымнан, өзімнің жақын жеңгелерімнен күйбең тіршіліктен шықпайды да, олар тым болмаса киноға бармайды. Ол кино деген бір қымбат нәрсе емес қой мысалға. Или паркқа бар балаңмен қыдырып келу қымбат нәрсе емес. Хобби жоқ. Бұл өмірде дейді бір ұлы адам айтып кеткен, барлық өмірдегі керемет нәрсенің бәрі тегін дейді. Ол не? Ол табиғат. Ол бұлақтың басына бару, таудың басына шығу, орманға барып қыдыру, гүл теру, оның бәрі мысалға ең керемет нәрселер деп есептеймін. Сондықтан сондайға шығып тұр, мен өз миымде жеңгелерің айтам, ол да кейбір кезде кірісіп кетеді. Ананы істеуің керек еді, мынаны істеуің керек еді, ананы жууың керек. Ол бітпейді ол. Ол домалақ өмірі ғой, бүйтіп кете береді. Ана кір жуады, ол кір қайттан кір болады. Оны қайттан жуады, одан шықпаса ол шықпайды. Ыдыс аяқ деген не оны жуасын, оны қайттан тамақ ішесің, оны қайттан жуу керек. Оның бәрі қайтып айнала береді. Сондықтан айналайын осындай біздің аруларға айтып келетін күйбең тіршілікте тым болмаса өздеріңе уақыт бөліп, бала шағаларыңды алып, серуендеп, кішкентай киноға барасыңдар ма, балаңды мультфильмге алып барасың ба, болмаса қыдыртасың ба. Қазір бәрі бар ғой, баратын жердің бәрі бар. Біздің кезімізде ғой, особо ештеңе жоқ. Әсет біледі оның бәрін. Сондықтан мен ойлаймын, сол өзіңе көңіл бөліп, әйелдер боянбау керек, бірдеңе дейді. Оған да қарсымын мен. Әйел бояну керек, өзіне қарау керек, кішкене өзінің әйел екенін сезіну керек деп ойлаймын. Сол кезде ғана ол өзіне кішкене болса да бақыт сыйлайды. Әйтпесе ол мен осы үйдің әйелімін, мен осы жерде тіршілік істеймін десе, ол тіршілікке беріле берсе, ол да менің сөзім емес. Ол да менің анамның сөзі. Айналайын балдарым, қыдырып тұрыңдар, шығып тұрыңдар, жас кездеріңде жүріңдер дейді. Ертең жастарың келгенде өздеріңе қышқайды, шыққыларың келмейді. Өздеріңе әлі отырасыңдар дейді. 80 тұсау дейді. 80 келгенде тұсау болып үйде отырасыңдар. 90 торғай дейді. 90 келгенде торғай болып мен сияқты отырасыңдар дейді. Сондықтан менің ойым тек қана сондай позитив. Жаңағыда мен өзімнің туған әпкелерімді айтам. Олар да сондай күйбең тіршілікке кірісіп алады да, соған бітпейді ана жұмыстар. Күніге шыға алмаймыз, айнер жоқ. Шыға алмайсың. Өмір солай бітеді. Сен егер өзің сондай уақыт тауып шықпасаң, ол өмір онда солай бітеді.